Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен вареники жасаймыз, яғни қазақшасы түшпара. Ең алдымен осылай картопты жуып, тазалап, қайнатамыз. Әдемілеп қайнатамыз. Піскеннен кейін алып бір келкі қылып еземіз. Картопымыз піскенге дейін қамырын илеп, дайындап, зуалағып жасап қоямыз. Мінекей, енді осы жайылған қамырларды арнайы дөңгелекшенің көмегімен осылай кесіп аламыз да, жаңағы езілген пюре ғой, былайша айтқанда езілген картопымызды ішіне сала бастаймыз. Мінекей, міне әп-сәтте оп-оңай, жылдам, лезде осындай сүйкімді вареникалар пайда болды. Енді бұларды қайнап тұрған суға тұз саламыз. Содан кейін жақсылап дана-дана рет-ретімен салып қайнатып пісіріп аламыз. Мінекей, осылай қайнап тұрған суда қозғап арасында осылай пісіріп аламыз. Қамыры піссе болды, ішіндегі картопы пісіп қойған. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова. Менің каналымда түрлі рецепттер мен тәттілер бар. Кіріп, жазылып алыңыз. Міне, бұл вареникілерді парда пісірсеңіз де болады. Кәдімгі мантоварка бар, мантоваркаға рет-ретімен салып, бұда манты сияқты пісіріп алсаңыз да болады. Енді ол уақыт демесеңіз, ал мынау сумен қайнап тұрған суға салып алсаңыз, демде, лезде болады. Мінекей, сүзіп жатырмыз. Сүзіп, бетіне кішкене сары май құйсаңыз да болады, немесе қаймақпен ұсына берсеңіз де болады. Міне, вареникилеріміз дайын болды. Әп-сәтте, өте жеңіл, бір жасап жегенге ыңғайлы тағам. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар.